Өте жақсы. Жылдамдатайық. Дәулет. Менің атым Динас, маған келетін сөз data files, демек деректер жинағы. Мен компьютерлік программалармен жұмыс жасауды жақсы көремін. Жақсы, Динас. Келесі. Менің атым Ахан, маған антивирус ақпаратты қорғауға жақсы көремін. Менің атым Ильяс. Мен интернетті қолданған жақсы көремін. Жақсы. Дәулет. Менің атым Дәулет, мен диапазонды қолданған жақсы көремін. Болды ма? Болды. Қасымов Диас, айттың ба? Жоқ, апай. Тыға. Ойлап тапқан жоқ, мен атыма не келетін. Тыға, мысалы, драйвер. Драйвер не екенін білеміз ба? Диас? Жоқ. Жақсы. Оқушылар, енді бүгінгі біздің тақырыбымыз, өткен сабақта біздер веб-сайт туралы өттік, иә? Веб-сайтта негізгі жаңағы құрастыратын бағдарламалардың тобы, міне HTML, JavaScript, PHP тілі, Flash бағдарламасы. Енді өткен сабақты қайталау мақсатында қазір біздер не ұйымдастырып жіберейік, ойын ретінде үй тапсырмасын қайталап жіберейік, иә? Қазір мен сендерге демонстрация қосам. Не көріп тұр қой? Өткен сабақта өткен негізгі 4 анықтама. Ол браузер, веб-сервер, веб-сайт және веб-бет. Осы анықтамаларды астында тұрған сәйкестендіріп қойып шығайық. Қазір бір-бірден маған айтасыңдар, мен қойып шығамын, жақсы ма? Браузер дегеніміз не? Бірінші тұрған, кім айтады? Гипермәтіндік байланысу мүмкіндігі бар файлдармен жұмыс істеуге арналған бағдарлама. Келісесіздер ма? Қалғандарыңыз? Иә. Жақсы. Веб-сервер. Веб-контентке интернет арқылы қол жеткізуге мүмкіндік беретін компьютер немесе бағдарламалы жасақтама. Жақсы. Веб-сайт. Веб-сайт дегеніміз және гиперсілтемелер бойынша байланысылған құжаттар жиынтығы. Веб-бет. Бұл мәтіннен графикалық иллюстрацияларды математика. Тексерейік. Өте жақсы, жарайсыңдар, барлығы дұрыс. Үй тапсырмасын қайталап шықтық. Енді қазір жаңа сабақты бастайық. Бүгінгі сабағымыздың бірі тақырыбы интернетте бағдарламалауға арналған HTML тілімен танысатын боламыз. Сабақтың тақырыбы HTML тілі. Сабағымыздың мақсаты, тәпсірмеде жазып отырамыз, иә, оқушылар тақырыпты. Сабағымыздың мақсаты интернетте бағдарламалау тілдерінің бірі болып табылатын HTML тілі, текстері, атрибуттары туралы жалпы түсінік беру. HTML тіліне кіріспе жасайық. HTML дегеніміз, оқушылар, ол ағылшын тілінен алған сөз, яғни Hypertext Markup Language, HTML, бастапқы әріптерінен алынған гипермәтінді белгілеу тілі. Ол кәдімгі мәтіндерді веб-парақтар түрінде бейнелеуге арналған ережелер жиынын анықтайды. Веб-парақтар дегеніміз, яғни бұл жерде әртүрлі жаңағы мазмұнда болады, веб-страница, орысша айтқанда. Бұл жерде бізде жаңағы графикалық суреттер, видеолар,
әртүрлі жаңағы тақырыптағы мәліметтер орналасады. Осылардың барлығы HTML тілінде жазылады. Интернеттегі страницалардың барлығы. Енді HTML тілінің негізі олар тегтер болып табылады. Тегтер, басқаша айтқанда, командалар. HTML тілінің бастапқы мәтінді белгілейтін командалары, яғни тег деп аталады. Ағылшын сөз тілінен алған сөз тег деген. Тег ол мына үлкен және кіші символдардың арасында жазылады. HTML тілінің жаңағы жазылу қолданатын негізгі бағдарламасы ол біздің қарапайым блокнот. Блокнот қай жерде орналасатынын білеміз ғой. Оқушылар? Иә. Блокнот ол біздің кәдімгі стандартныйда орналасқан бағдарлама. Осы блокнотта жазу арқылы біздер HTML кодын орындаймыз жазып. Енді жалпы кодқа назар аударайық. HTML кодының құрылымы. HTML коды негізгі бастамасы HTML деген сөзден басталады. Міне көріп тұрық, тег дегеніміз, яғни үлкен және кіші символдардың арасында жазылатын сөз. HTML сөзінен басталады, одан кейін head дейді. Head дегеніміз ағылшын тілінен нені білдіреді? Басы. Басы, иә. Head басы, одан кейін title сөз кетеді, яғни title Название. Иә, тақырыбы. Біздің сайтымыздың тақырыбы жазылады. Одан кейін міндетті түрде тег жабылады. Яғни тегті аштық па, арасына сөз жазғаннан кейін тегті жабамыз. Тегті жабу не слэш белгісі арқылы жазылады. Одан кейін не headті жауып көрдік, және тегтің ашылуы және жабылуы болады. Одан кейінгі сөз body. Body ағылшын тілінен аударғанда body денесі, иә? Денесі. Дене, иә. Яғни біздің сайтымыздың жалпы денесі неден тұрады? Сол жаңағы аралықтағы сөздерді осы бодидің ішіне жазамыз. Мысалы, сәрсенбі күнгі сабақ кестесі деп жазылған. Мына жерде көрініп тұр ма экранға неге шығарғаны? Міне, HTML тілінің тақырыбы. Бұл жерде шығады алғашқы HTML файлы деп. Одан кейін міне бодида орналасқан сөздер, яғни біздің жаңағы веб парағымызда орналасады. Енді HTML тілінің жалпы тегтері. Негізгі тегтер өте көп. Қазір мен сендерге бұны чатқа жіберемін. Осы тегтер арқылы қазір жұмыс жасайтын боламыз. Жақсы ма? Топтық жұмыс болады. Қазір мен сендерді топқа бөлем. Сол топтық жұмыс арқылы тегтермен танысатын боламыз. Бірінші топ және екінші топтың тапсырмасында қазір чатқа жіберем, ыңғайлы болу үшін. Бірінші бастайық нені білдіреді? Бастайық. Кім бірінші бастайды? Айдана. Айдана. HTML оның атқаратын ол HTML құжат. Head'тің атқаратын қызметі ол құжаттың тақырып бөлімі. Title ол құжаттың атауы. Дәулет, иә, Дәулет. Head деген ол құжаттың бастамасы, body деген ол құжаттың денесі, сосын Q сызықша D ол компьютерлік бөлім. Кейін ол маркерленген тізімді құрады. OL нөмірленген тізімді құрады және LI жедел жад құрылғысы, яғни тізімнің жолдарын құрады. Өте жақсы. Аяқтадық. Болды ғой бірінші топ, иә? Жоқ, ақырке бар. Ақырке? Ли тұрақты жад құрылғысы. Ли кеш жады ол LI деген нені білдіреді? LI тізімнің жолдары.
Ал body ол құжаттың денесі. Денесінің, яғни слэштер жабылуы, тегтің жабылуы. HTML жабылуы. Жақсы. Екінші топ. Тездетейік. Екінші топ ең бірінші HTML ол ағылшыннан аударғанда ерен мәтін белгілеу түрі болып табылады. Құжат веб-шолғышта көрсетілуге арналған ерен мәтін мен басқа ақпараттардан тұратын веб парақшаларды жасауға арналған белгілеу тілі болып табылады. Келесі сөз. Body ол құжаттың денесі. P тегі ол мәтіннің абзацы, ал B қою қаріппен жазу, ал инструкция ол сөзді, яғни мәтіннің абзацы және оны қою қаріппен жазады, және жақша тегтің жабылуы, және қаріппен жазу, оның да жабылуы болады. Келесі, strong кімде? P ол мәтіннің абзацы, strong... Не істейді strong? Strong ол... Мәтіннің абзацы басталады, strong. Білмей отырмын. Strong жіберген жаңағы неден қарамадық па? Жоқ, ондай табылмады. Ол жерде жоқ, жақсы. Strong деген ол, яғни не? Қатты қою шрифтпен жазу. Сосын қатты қою шрифт жазу бітіріледі, және мәтіннің абзацы бітіріледі. Жақсы. Big. Келесі. Омар. 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 Бар ма? Омар, тездетейік. Апай, оқи беруге бола ма? Айта беріңіздер ағарай. B мәтіннің абзацы басталады, B базалық қаріптен үлкенірек қаріпті мәтінге береді. Жақсы. Және жаңа базалық қаріптен жабылады, мәтіннің абзацы жабылады. Келесі, ай. Мәтіннің абзацы басталып, курсивпен жазылады. Жақсы. Және курсивпен бітіріп, жабылады. дене бітеді. Өте жақсы. Түсінікті ма, оқушылар? Тегтердің атқаратын қызметі? Жақсы. Қазір енді біздер жаңа бекіту мақсатында Kahoot тест ойнап жібереміз. Сендерге сайттың ссылкасын жіберем. Kahoot.it деп жазсаңдар да болады. Соған кіріп тесттерімізді орындаймыз. Жақсы ма? Қазір мен сендерге ссылка жіберем. Өздеріміздің атымызды жазамыз және нені жазамыз? Кодты жазамыз, Қазір ссылка жіберем. Кіре береміз. Ссылка келді ма? Қазір міне код шығады, көрініп тұр ғой экранда, Міне мына кодты жазамыз. 59-11-392. Сосын өзіміздің атымызды жазамыз. Тездетейік.
Тағы кім қалды? Настя, қосылып жатсың ба? Аида бар. Сұрапай интернет жасамай жатыр. Болды ма, Настя? Дәулет, болды. Бастаймыз. Сұрақ мына жерде шығады, өздеріңнен жауап бересіңдер, жақсы ма? Бірінші сұрақ, HTML дегеніміз не? Белгілеп шығайық. Жеті адам дұрыс жауап берген. Келесі, Ақерке бірінші орында келеді. Екінші сұрақ. Body тегтері нені білдіреді? Ахан алдыға шықты. Келесі. Құжаттар қандай тегпен басталуы керек? Body, title, HTML, head. Я дұрыс. Мына жерден қарап белгілейсің тек. Қызылда body, көкте title, сарыда HTML, жасылда head. Экранда көрініп тұр ма? Зумда. Төртінші сұрақ. Title тегтері нені білдіреді? Түзетіп белгілейік. Соңғы сұрақ. HTML құжатының кеңейтілімі. Кеңейтілімді білеміз ғой, орысша расширение. Жеті адам дұрыс жауап берген. Енді кім бірінші орында, екінші орында, үшінші орында көрейік. Динас үшінші орын, Настя екінші орын. Не бірінші орында. Ахан, өте жақсы. Жауап берген сұрақтарыңды баға қойғанда ескеремін. Жақсы ғой, күнделікке балдарыңды қоямын. Қазір енді сабағымызды қорытындылау мақсатында кері байланыс жасап жіберейік. Кері байланыс Jamboard'ın белсенді тақтасында орналасады. Jamboard'ты барлығымыз қондырып алдық қой, Иә. Сонда бағдаршам әдісі бойынша қызыл түсте түсінген жоқпын, сары түс әлі де практика қажет, және жасыл түс барлығы түсінікті. Стикерлердің түсін таңдап, осыны жазып шығамыз Jamboard тақтасына. Қазір мен сендерге ссылка жіберем.
барлығымыз орындап жазып тұрамыз. Бүгінгі сабақта не түсіндік, нені түсінген жоқпыз. Және сұрақтарың болса жазып шығыңдар. Қазір үй тапсырмасын берейін. Сабақ уақыты аяқталды. Үй тапсырмасын түсіріп алыңдар. Және чатқа да жіберемін. Мына өлең жолдарын төмендегі жаңағы веб-бетке орналастырасыңдар. Яғни манағыдай код жазып, мынандай, иә? Көрініп жатыр ма оқушылар? Иә. Код жазып, осы өлең жолдарын веб-бетке шығарамыз. Түсінікті ғой? Иә. Сұрақтарың бар ма? Жоқ. Текстер түсінікті ғой, иә? Иә. Иә. Жақсы, үй тапсырмасын түсіріп алдық қой. Сосын білімлендегі тапсырманы орындаймыз. Осы 2 тапсырма. Жақсы ма? Жақсы. Жақсы, сабағымыз аяқталды. Қазір кері байланысқа Google формадан ссылка жіберемін. Сол жерге сабақ түсінген жеріңді жазасыңдар. Жақсы? Сау болыңдар. Сау. Сау.